Қайырлы күн достар, біз осында кекс дайындайтын боламыз. Бір жұмыртқадан кекс дайындайтын боламыз. Бір жұмыртқамызды салып, үстіне осында шай кесемен толтырмай өлшеп отырамыз барлық салынатындарды. Өйткені бұл жерде барлығы таразсыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сол пиалайды толтырмай сүтімізді құямыз. Дәл солай сұйық майымызды да құйып шығамыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды да 2 шай кесемен осылай шашыратып саламыз. Өйткені ұн түйіршіктер пайда болмау қажет. Камушка дейміз орысшасын. Араластыра отырып, екіншісінде осылай дәл шай кесемен шашыратып ұнымызды салып аламыз. Мына қараңыздар, 2 шай пиала ұн болды. Барлығының өлшемі таразсыз, осындай шай пиалаймен. 1 шай қасық разрыхитель, яғни қопсытқыш салды. Қараңыздар, сұйықтығы дәл осындай болу қажет. Ешқандай түйіршіксіз, венчиктің көмегімен миксерсіз осындай сұйықтықта пайда болу қажет. Барлығын ыдысымызға ас қасықпен осылай 1 қасық салып шығамыз. Қандай ыдыс болса да, барлығын осылай ас қасықпен өлшеген дұрыс. Ас қасығымызды толтырмай осылай салып шығамыз. Енді осындай варенка сгущенкамызды, қатты сгущенканы пайдалану қажет осындай. Осымызды 1 шай қасық ортасына осылай салып отырамыз. Енді үстіне тағы да ас қасықпен өлшеп, тағы да осындай құйып шығамыз. Ас қасықпен өлшеп шығамыз. Қараңыздар, барлығын бетін жабу қажет. Сол кезде сгущенкамыз ешқандай жылжымайды. Міне осылай қозғап біркелкі қылсаңыздар болады. 150 градуста 20 минутта дайын болады. Қараңыздар, қандай әдемі шықты. Кексіміз дайын. Менің каналыма тіркеліп жазуды ұмытпаңыздар.